Сәлем достар, қазір мен сіздерге майда вермишельді 30 минутта қуыру жолын көрсетемін. Мен парақшама тіркеліп кетіңіздер, алдын ала рахмет. Осылай картошкамызды майда қылып чұқалып турап аламыз. Қазанымызға бір ожауса майымыз құйып, қызған соң үстіне картошкамызды салып қуырамыз. Картошкамыз қатты пісіп кетпеу керек, кішкене сары түске ене бастаса, үстіне жарты пиала фаршымызды саламыз. Бұл тамаққа пияз қосылмайды. Фаршты көп қуыруға болмайды, фаршымыз пісіп кетуі мүмкін. Осылай 2-3 рет айналдырған соң үстіне майда вермишельді салып бірге қуырамыз. Оттың алауы қатты болмау керек, орташа алауда қуырасыздар. Күйіп кетпесін, ортасында тамаққа тұз сеуіп отырыңыздар. Майда вермишельге мұздай су құямыз, ал макарон тамақтарға су құйсаңыздар тез піседі. Майда вермишельге су құюға болмайды, езіліп кетеді. Мұздай су құйыңыздар. Осылай қызыл түске ене бастағанда, кішкене қызанақ пастасын қосып жіберіңіздер. Суымыз көп болмау керек, тамақтың астында көрініп тұру керек. Үстінде болса, тамағымыз езіліп кетуі мүмкін. Асты кішкене қата бастаса, кішкене аз қасықпен су құйсаңыздар болады. Кішкене приправа сеуіп, су құйып 20 минутқа дымдап қоясыздар. Осымен тамақ пісті, астарыңыз дәмді болсын.